Ебать. Лайк. О, типа махаббат, ебать. Түрі қарасай, 5 лазер көрген адамның түрі ғой, қараңдар достар. Хейо, бәріңе сәлем достар, сендермен Асхат. Бүгін біз Skibidi Toilet'тің ерекше әлемінің 16 сериясына реакция түсіретін боламыз. Реакшн. Достар, бәріңе рахмет комментарийға жазып кеткендеріңе. 15 сериясын кеше реакция түсірген емес, Тайландтан келгеннен кейін. Сендер сразу 16 серияға реакция түсір Асхат деп жазып кеттіңдер. Видеоның шыққанына бір қазір көрдік, видеоның шыққаны анша минут болды. 1 сағат болды, ал сендер уже маған комментарийға толтырып жазып кеттіңдер. Үлкен рахмет сендерге. Бірақ бүгін біз бір жаман жаңалық бар. Бүгін біз, обзор түсіремайтын болдық. Себебі обзорды түсіру үшін мен видеоның басынан көру керекпін, сценарий дайындау керекпін. В общем, проблематично да ол видеоны түсіру. Сондықтан да қазір реакцияны түсіремін. Ал ертең точно жаңа сериясы шықпайтын шығар. Біз уже обзор түсіреміз сол кезде. Ал видео бастамай тұрып, достар, обязательно лайктарыңды басыңдар, комментарий қалдырыңдар, каналға тіркелген болсаңдар, молодецсіңдер. А по идее тіркелдіңдер ма, тіркелмедіңдер ма, астына түсіп тексеріп қойыңдар. Анау қызыл кнопканы сұрғып қойсаңдаршы, Так, біз бүгін по традиции алдында болған серияны көреміз, 15 серияны. Ё-моё. В общем, кеше көрген сериям ғой. Почти бәрі есімде, бірақ егер жаңадан біреу келіп жатса, жаңадан осы видеоны көріп жатса, в общем, осындай дрелдер пайда болды, жаңа дрелдер. Ё-моё. Ашалет. Не ғой, тағы комментарийді маған жазып кетті сағат нен туралы, ақ сағат туралы. Типа мен сатқын деп отырдым ғой, оны сатқын емес деп жатыр кейбіреулері. Соны түсінбедім, неге ол сатқын емес, ол сатқын ғой. В общем, комментарийға жазып кетіңдер, неге сатқын емес деп ойлайсыңдар. Бір 3-4 комментарий оқыдым. Асхат, сен шатасып жатсың, сағаттар сатқын емес, соны білем. Бірақ ішінде ақ сағат ол сатқын негізі. Может, бізге спойлер айтпау үшін, осы соңғы сериялардың спойлерлерін ұстап қалмау үшін жағып жіберді ма? Может, ол жақсы шығар, кім біледі? Ё-моё, мықты не отыр? Приколын түсінбедім мықтың ше. TV Woman келеді, бұл жерге. В общем, бұл жерде өте қызық болады екен қазір. Каламаны. Прикол түсіндім, Шок болады да, ше. Қазір осы жерде мен шок болған сериям ғой. Мәссаған, бізге жаңа босты көрсеткен жері басталды. Офигеть! Соска ғой, осы жаңа босс. Кімге осы жаңа босс ұнайды, обязательно лайктарын басыңдар осы. Реально сендерге ұнайтын болса ше. Мен үшін реально ең топовый босс ғой, мына машинасын қарасаңдаршы. Мәссаған, еще басы допты мақ. Анау шетелде бар осындай сағаттар ше, Big Ben ше. Соның басын алған сияқты бәрі жер айналып тұр да. 4 бұрышы бар, 4 бұрышында сағат тұр да ше, осы бостың. Лондондағы Big Ben сияқты. В общем, бұлар дым түсінбеді. Өстіп серия біткен болатын. Рахмет бәріне. Сразу жаңа серияны көрейік. 2 минут болды жаңа серия. Ашалеть! Біз қақты жүгіріп бара жатырмыз. Бұл, подвалда біреуден қашып бара жатырмыз. В общем, как обычно, Skibidi-дан қашып бара жатырмыз. Ебамна бау! Скример! Қорқып кеттім ғой мынадан қарасаңдаршы, қарасай, түрін қарасай. Еба! Мынау менің превьюм ғой, ше. Өстіп қарап тұр ғой. Деп ше. Еба! Осыдан, конечно, қашасың. Қашыңдар, ұста! Жабылсаңдаршы төртеуің. Еба! Мынан басы түсіп қалды? Или біреудің басы ма? Ёв твою душу. Мынау маньяк қой, Skibidi маньяк. Еба! Еба! Просто...
логика ғой анау. Дрель әлемінде достар нормальный қыздар да бар екен ғой. Ема. Мынау писи. Түріне болайын. Дрелдердің жақсы жері байқасаңдар ше, анау унитаздардың кейбіреуі тартылмай қалады ғой. Оларға не волнует, ол тесіп алады да унитазын тартып алады, көріңдер ма? Қараңдар, байқасаңдар ше. Келді да тесіп алды просто. Ғырт болды, әдемі, четко. Все, по плану деді ғой, короче. Лайк. О, типа махаббат, еба. Красот, маған ұнайды нағыз ше. Мыналар пушка жасап жүр ғой мына әлемде де, пушка бар екен ғой. Үш басты айдаһар болып келеді де ше. Тымды да бітірген жоқ, просто келді. Не істеп жатыр мынау? Қақтан келді мынау? Порталдан келді ма? Портал! Достар, бізде портал пайда болды. Порталға кіріп кете алмай жатыр ма? This stupid device дейді. Типа, бұл тупой не гаджет деп айтып жатыр. Түрі қарасай. 5 лазер көрген адамның түрі ғой, қараңдар достар. Бля. Просто. Давай, родной. Огонь! Не деді? Мені тыңдаңдар. Я пришел с миром дейді. Еба, мынау кім? Мынау кім? Реально, менде де сондай сұрақ жүр, мынау кім? Не істеп жүр? Қарасай, ол сөйлейтін скибиди бірінші рет пайда болды, достар. Бұл әлемде скибидистер вообще сөйлемеу керек. Ол бір. Екіншісі, мынау ерекше скибиди екені біліп тұр, ол айтып жатыр, мен сендерге с миром келдім. Ё-моё деп, короче, шеқ. I'm gonna peace, типа. I don't mean harm. В общем, серия маған ұнады, достар. Сендерге ұнады деген ойдамын, ема. В общем, күлкілі серия болды маған. Біріншіден қорқынышты болды. Мынау скример ше мынау. Ёфтыгідік, просто бәрі камераның басын шауып жатыр. И, короче, ең аяғында мынау персонаж келеді, короче ше. I'm gonna face деп ше. It's device. Бір нәрсе деді. Не деді? Сломанный девайс деді ма? В общем, маған бұл серия ұнады. Сендерге де бұл серия ұнады деген ойдамын. Маған комментарийді тағы бір нәрсе айтып кетті, подписчиктер. Короче, осы әлемнің типа несі бар дейді ғой. Ой. Типа ошибкілері ше. Не дейді не да? Неудачные дублилерін көр дейді да, бір канал бар дейді. Бірақ бәрің жазып кетпісіңдер ондай нәрсе бар деп. Бірақ ссылка YouTube каналдың атын жазып кетіңдерші маған, видеоның атын. Мен видеоның атымен соны көрейін. Екі подписчикті жазды сол типа. Сондай прикол нелері бар деп, видеолары. Каналдарын жазып кетіңдер, мен обязательно көрем. Видео көргендеріңе үлкен рахмет. Лайктарыңды басып кетіңдер, каналға тіркеліңдер. Каналға тіркелмеген басыңдар тіркеліңдер. Комментарий қалдыруды ұмытпаңдар. Қандай видео түсіру керек екенін обязательно жазып кетіңдер. Себебі мен сендердің арқаларыңда біліп жатырмын қандай видеолар түсіру керек екенін. В общем, ертең бірақ точно обзор түсірем мен. Сөз берем, ертең обзор болады. Ар күні может быть озвучка түсірем. Бірақ озвучка ол точно емес, ол озвучка ең қиын мен үшін видео бар, сондықтан да озвучканы түсірмеуім мүмкін. Келесі видеода кездескенше достар, сендерге видео ұнады деген ойдамын. Давайте.